Бұл команда Қызылжардан келген Қызылжар құрамасы. Қызылжарды су шайғанмен Қызылжар құрамасы сахнаға жаймаған. Үй жақта кездескен онда неге бәрін айтма, ома негізге Алдың ойынан кейін Қызылжар құрамасы тек қана қыздар болып шығатын болды. Қыздар, байқадыңдар ма? Балдарыңызға түк пайдасы жоқ екен ғой. Олар істейтін затты мысалы біз де істей аламыз. Бәрін қатырып тұрып қой. Қарақат, Роза коучке тоймапсың ғой. Роза коуч демекші команданың атын өзгертіп неге өзгертеді? Атын Кешу деп па, или Ләйла Сұлтанқызы деп па. Вообще атын неге деп па? Күшті емес па? Оны ойындашы, Жюри кім өтқанын көріпсіңдер ма? Мирас ағай отыр ғой. Қайсысы? Ана бұлшиған қара топақ па? Іңкар, ұялмасың ба, не айтып тұрсың? Ол кісіні танымайсың ба не? Кім ол? Ол кісі деген жоғарғы лигада ойнаған Русия құрамасының жетекшісі емес па? Мәке дейсің ғой. Қыз өссе елдің көркі, мәкең өссе жердің көркі. Мәке, бірақ сен өсіп жерді көгетпек түгілі көктетіп жібереді. Қазақ атам айтады, семіздікті тек мирас көтереді дейді. Арыстан аң патшасы, мирас мал патшасы деген де бар. Мирас деген құдық қазғандай деген де бар. Шота мирас ағай, Жусидің ой құрамына кіріп тұрып бар. Жуси, бола, бәсі дейсіңдер ғой да. Қыздар, сендер өздеріне көп алатын жоқсыздар ма? Қатын бастаған көші бас деген. Жоқ, қастаған қыздар осы ба не? Сендер олай артық әңгіме айтпаңдар. Если что, қазіргі заманда көптеген еркектер бітірмеген істі әйел адамдар бітіріп жүрген жоқ па? Если честно, біз сендерді қарағанда күшті емес. Алдыңғы ойындарыңды көрдік қой. Сөздеріңді ұмытып, шәйіп, депутаттардың үйінде кеткен жоқсыздар ма? Қастарына үшінші қарабалақ айтып көрінбейді ғой. Бір ойынға қатысып, сіздавать кеткен жоқ па? Оны ораза өткеннен кейін өзім де көрген жоқпын. Жиги, қастарға тағы бір мысал болмадыңдар ма? Че саған аздық етіп тұрық па не? Просто шариғатта түптеуіне шейін рұқсат етілгенде. Бекнар, шариғат туралы мұны сен әңгіме айтпай қойшы. Жоқ, Қарақат, сен туралы айтпа. Қарақат, мен сені жақсы көремін, сен мені жақсы көресің. Жоқ, Бекнар, мен сені жақсы көрмеймін. Неге? Қазіргі кезде жігіттерді жақсы көрмей тұр, оларға сенеден қалдық қой. Жоқ, Бишібаев, сен не істедің? Сен кезіңнен барлық қыздар жігіттерге сенуден қалды. Бәрін сеніп әлсің. О, махаббат! Мен Қарақат сүйемін. Пика, құмашит, кішкентай атасы не айтып тұрсың? Оқышы ет. Бәрін бастаңдар. Не айтып кеттіңдер? Қазір кезде бұл жаққан жаңалықтар айтпаймыз. Жаңалық демекші, естіңдер ма, еліміз елтаңбаның күтіп отыр ғой. Өзгерсін әдем болып. Ана топансыз күте тұрады ғой. Тұратыр. Сендер осыңдар анақ деп тұрсыңдар ма? Естіңдер ма? Ефтеу басы кетіріп, насыбай ғалып саған жоқ па? Қарақат, оған неге қиналып тұрсың? Просто тататын едім да, Ендеше ойын сайын жасап қосатын қыздар құрамасы кетті! Көреміз, ауыл шаштың сарық қалып келген қыз. Ростовка емес, алфавитка ма?
Көреміз оразадан кейінгі әңгіме. Қалайсыздар жамағат, амансыздар ма? Аман. Ораза ұстадыңдар ма? Иә, ұстадым ғой. Қарыздарың бар ма? Бар. Бека, сен де неше қарызың бар? Біреу-ақ. Неге? Просто бір кідіріп ұстады. Сен де Нұрка? Менде 2 күн. Неге? Просто алды жақсы болып едім ғой. Сен де Шеңкер? Менде ма? Менде 7 күн қарыз бар. Айбай, ол 7 күн качатша береді. Не қарыз? Ұялмайсың ба? Не сұрап тұрсың? Көреміз, неке қиюы залында. Ал қарындасым, мақынға не сұрайсыз? Мен ана жұрттың мұздары сияқты пәтер, жер сұрамай, жаңа насыбайдан айтып тұрсыңдар болды. Көреміз, қазіргі жігіттер қыздарды осылай көреді. Қарқат, мен сені жақсы көремін. Сен менің қызым болшы, мен саған ресторанға апарамын. Қарақат, егер сен менің қызым болатын болсан, мен саған 101 роза беремін. Күйген нәрсе күйіп кетсін. Қарақат, сен менің қызым болсаң, мен саған iPhone 15 алып беремін. Қарақат, бәрін қойшы. Егер сен менің қызым болатын болсан, мен саған Camry 70 алып беремін. Тоқта. Көреміз, стройкада болған оқиға. Зор осыған, башын. Мына жерге жаңа крышасына бір 2 ағаш па? Бір жетпейді. Інім, 2 ағаш алып келші крышасын. Рахмет. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Іңкәр, Қарақат, Фатима. Құрметті қазақ атасы, финалға құрамында қыздар бар команда керек болады деген оймен қыздар құрамасы. Рахмет.